Әлібек Байбол, дені саудың жаны сау. Жандос күрк-күрк жөтелді. 3-4 күн төсектен тұрмады, ауырып қалыпты. Қалай ауырмасын? Тамақ жерде қол жумайды. Қашан көрсең кір қожалақ. Спортпен шұғылданбайды. Дене шынықтыру кезінде бәрі алаңда айналып жүгірсе, ол ағаш артына тығылып алып телефонмен алысады. Атасы оны дәрігерге алып барса, иммунитеті төмендеген, қаны аз депті. Сендей кезімізде шашау дегенді білмейтінбіз. Шапқылай беретінбіз, деді атасы. Жандос астыда жейді. Әл жуас, әлсіз. Итерсе құлағы тұр. Биыл атасы оны жүзу мен күрес үйірмесіне жіберді. Содан бері шымыр, мығым бола бастады. Күрессек сізді жеңіп тастаймын, деді немересі атасына. Ақсақал оның сөзіне мәз болды. Жақында қалалық жарысқа қатысып бірінші орын алды. Енді республикалық сайыста бақ сынамақ. Одан да орын алады деп сенеміз. Көрдіңдер ме балалар? Дені саудың жаны сау деген бекер айтылмаған.